негізі 1 жасар деп айтады. Ал 6 айлық қойды көрсеңіз, ол сол 1 жасар қойдың етінде ет болса, онда тұрған мәселе жоқ ағайын. Ірі болу керек, өте салмақты болу керек. Неге? Ертең сізді ол дүниеде, машхарда, яғни сират көпірінде сізді алып өтетіндей болу керек. Сол үшін ірі болу керек. Мына құлағы кесіліп қалған, аяғы ақсақ, табиғи жолдармен сондай бір қасқыр тістеп алған, жайлауда жүріп, немесе бір жері бір қан ағып, ақсаңдап тұрған, тістері түсіп қалған, бұл құрбандыққа жарамайды. Ал ен салат, ол жоғалмау үшін, немесе жоғалған уақытта тауып алу мақсатында бір шеттеріне ен салат, кесіп, белгі қояды. Онда тұрған мәселе жоқ. Бірақ ең бастысы, мынау жайлауда жүріп, ілініп қалған, сынып қалған, сүйекті, тістері ақсаңдап қалған, жүре алмайтындай болатын болса, ол құрбандық болып есептелмейді. Сол үшін қазіргі құрбан шалатын кезде мән беретін нәрсе не ағайын? 1 жасар көлеміндей болу керек. Осы нәрсеге мән беріңіздер. Ол 6 айлық болу мүмкін, 7 айлық болу мүмкін, 8 айлық болу мүмкін, 9 айлық болу мүмкін. Бірақ осы айлы көрген уақытта 1 жасар қойдың етіндей, салмағындай салмақ болу керек екен. Сол үшін құрбандықтарыңызды шын көңілмен шалыңыздар дейді. Саудаласып, қымбат екен ғой, Алтын Орда жақтан аламын, ойбай сендерден неге андай екен, мынандай екен демеңіздер. Құрбандықты шалдыңыздар ма? Шын ықыласпен, шын ниетпен, ол да риза болсын, сіздікі де Құдайдың құзырында қабыл болып, шын ықыласпен, ниетпен шалыңыздар. Бірақ құрбандықтарыңызды алған уақытта жаңағы айтып кеткен нәрселерге мән беріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүбәрек хадисінде «Вәл юрих дәбихатаху» расында Алла барлық істі ең көркем түрде ихсанмен істеуге бұйырған. Егер өлтіретін болсаңдар, онда оны ең көркем түрде істеңдер. Егер құрбан шалатын болсаңдар, оны ең көркем түрде орындаңдар. Пышақты қайырып, малды азаптап құтқарыңдар. Демек, ең көркем түрде өлтіріңдер деген нәрсе, енді мынау бәріміз ауылдан өстік қой енді. Кейде болады, мынау мал құтырады, оны шалуға келмейді. Сондай бір жағдай болады. Бірақ сол уақытта оны бауыздауға, өлтіруге тура келеді. Сол көркем түрде болу керек екен. Апара салып ел жұрттың түрінде атып, қараңдарына өйтіп кеткен екен, бүйтіп кеткен екен деген секін емес. Ешкім жоқ жерде соны жаңағыдай көміп тастайтындай жерде, алыстау жерге көркем түрде деп жатыр. Қинамай деген секілді. Ал көркем түрде орындаңдар, яғни құрбандықты шалған уақытта көркем түрде, шын ықыласпен, ниетпен орындаңдар. Құдайдың құзырында ол да мақамға ие деген екен, иншаалла. Алла тағала Құранда «Инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла». Құрбандық шалған уақытта мына дұғаны айтқанымыз абзал екен. Менің намазым, құрбандығым, өмірім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Алла үшін, оның ешқандай серігі жоқ деген секілді. Осы дұғаны айтсаңыз, қандай үлкен мақамға ие боласыз. Және сол құрбандықты шалмай тұрған уақытта мына ташрик такбирді айту мәселесі. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген секілді. Осы ташрик такбирлерді айту, жаңағы кішкентай балаларыңызды ертіп апарып, жаңа құрбандықты шалынатын жерге көрсетіп, құрбандық қалай шалынып жатыр деген секілді. Ал егер сіз құрбандықты шалатындай жағдайда болып, және де шамаңыз жетіп, пышақты алып өзіңіз шалып салсаңыз,
тіпті ол жақсырақ болады. Ал сіз белгілі бір жерінен шала алмайтын болсаңыз, жаңа қасапшыға айтып, жаңа сіздің атыңыздан екендігін білдіртіп, бисмилля, Аллаху акбар, Алланың атымен, Алла ұлық деген ниетті тәшрик такбирді айтсаңыз, қандай үлкен мақамға ие. Ат'имул баисал фақир. Құрбандық етінен өздерің жеңдер, әрі міскіндер мен кедейлерге жегізіңдер деген. Демек, құрбандық шалынды. Құрбандық шалған уақытта енді не істейміз құрбандықта? Бүкілін жинап үйіңізге алып кетсеңіз де болады, бірақ абзалы деген бір бөлігін үйге алып, қалған екінші бөлігін мұқтаждарға, жағдайы жоқ міскіндерге берсеңіз, үшінші бөлігі сол жағдай жетіп тұрса да, бірақ әустеу мақсатында осы құрбандықтың бүгінгі құрбан айт мерекесі екендігінің сіздің құлшылық ғибадат ниетімен шалғандығыңызды білдірту арқылы берсеңіз, онда тұрған ешқандай жоқ. Бірақ алып барлығын мұқтаждарға берсеңіз де болады, барлығын жинап құрбандығыңызды үйге әпкесеңіз де әбден болады.